Қайыршыны байға айналдырған бір буда гүл. Бір гүл сатушы қыз барлық гүлін сатып болып, ең соңғы бір буда гүлін жолда отырған қайыршыға сыйлап, үйіне қайтыпты. Өмірінде бұндай сый көрмеген қайыршы гүлді көтеріп үйіне келіп, көзіне түскен лат құмыраға гүлді салыпты да, оған тамашалап қарап тұрыпты. Ол кенет гүлдің өте таза, құмыраның өте лат екенін байқап, құмыраны тазалап жуып, гүлді қайта реттеп салыпты. Енді қараса гүлмен құты келіскен, десе де гүл қойған үстел шаң тозаңнан көрінбей тұрғанын байқапты. Ол бұндай әдемі гүл таза үстелде тұрсын деп, енді үстелді жуыпты. Гүлді тамашалаған ол бір айналып қарағанда гүл қойған құтымен үстелі жарқырап тұр. Бірақ үйінің өте лат екенін, гүл қоюға татымайтынын көріп, жанын салып, үйін тазалапты да, барлығына ризашылдықпен бір қарап, бетін жуған мезгілде өзінің сақал мұрты, шашы өсіп, қол-аяғы күстен көз ашпай тұрғанын байқапты. Ол гүлдей көркем зат тұрған мына таза үйімде өзімнің бұлай тұруым жарамас деп, енді өз тазалығын жасапты. Міне ғажап, айнаның алдында келіскен атпал азамат тұр. Ертесі орнынан тұрған ол, мына салауатыммен қайыр тілеуім жарамас, еңбек етсем бәрін істей алады екенмін-ау, деп жақын маңайда асханадан жұмыс тауып істепті. Өз алдына игілік жаратып, кейін үлкен байға айналыпты. Ол кейін әлгі гүл сатушыны іздеп тауып, басын иіп ізетпен, менің құтқарушы шапағатшым өзіңсің деп алғыс жаудырған екен. Кейде елеусіз кішкене шапағат жасауда басқалардың өмірін өзгертуіне орай болады. Қашанда жүректерден мейір махаббат үзілмес.